Достор, кайырлуу күн. Бүгүн сиздер менен тагы да бир акпаратпен бөлүнбекмин. Осы биздин элимизде 20-жылдан баштап атаулуу әлеуметтик көмөк бурун балаларга кийим түрүндө, тамак түрүндө, бир азык түлүк түрүндө берилетин болса, эндиги кезде бул акчалай түрдө берилетин болду. Мисалга, сиз көп балалы ана болсаңыз, сиздин 4 балаңыз болатын болса, ягни бурунку берилетин көмөктөрдүн барлыгы 1,5 МРП, ол 5.000 теңгеден асады. Әр балаға төленетін. Егер сіз асыраушысынан айырылған отбасының мүшелісі болсаңыз, әр балаға 28.000 теңгеден жоғары атаулы көмек беріледі. Бұл атаулы көмек дегеніміз сіздің алатын жәрдем ақыңыздан бөлек. Ол қалай анықталады? Оны сіз сон арқылы барып анықтайсыз. Яғни сіздің күнкөріс деңгейіңіз ең төменгі жаңағы күнкөріс деңгейінен 70%-на жетпейтін болса, мысалға осыған дейін ең төменгі күнкөріс деңгейі 42.500 болды. Әр бала санына 30.000-нан жетпейтін болса, сіздің табысыңыз осы атаулы әлеуметтік көмекті ала аласыз. Бұған қаржы қайдан бөлінеді? Бұған қаржы біздің жаңағы мемлекеттен 80%, сіздің тұрғылықты жеріңізден, бюджеттен, мысалға әкімдік болсын, сол республикалық бюджет болсын, соның қалғаны 20% бөлінеді. Бұл атаулы әлеуметтік көмекті алу үшін сіз ауылдық жерде тұратын болсаңыз, әкімдікке барасыз, қалалық жерде тұратын болсаңыз, халыққа қызмет көрсету орталығына барасыз.